Сәлем оқырман. Бүгін көптен күткен оқиға болды. Ақботаның біріншіден ұзатуы және де Шерхан екеуінің тойы. YouTube тікелей эфирде қаралым 100 мыңнан асты. Өте керемет өтті тойлары. Құттықтап қояйық тағы да, жастар бақытты болсын. Ең бастысы жақсы отбасы құрып, көп балалы шағалы болсын. Тойға Шерханның достары келді, бәрі де өткен маусымның қатысушылары. Ізбасар, Әсел, Хамо, Диана, Ақтөре, Асем. Және де Айда мен Нұрдәулет келді. Көптен күткен қалың малы берілді, қанша екені ақыры айтылмады. Біреуі 3 миллион десе, біреуі 10 миллион деді, сіз қалай ойлайсыз? Қанша болды қалың малы? Бастысы жұптарымыз бақытты болсын. Сыңсу айтып келінді шығарған Айкүміс болды. Білуімше Шерханның немесе Ақботаны, әлде екеуінің бе редакторы болатын. Келіннің бетін ашты, қонақтарын ақшаларын салды. Бірі өтірік, бірі шын деп сенбегендер болған еді. Бірақ қолдағандар одан да көп болды дегенімен. Әдемі Ақбота керемет киініп алған Шерхан заңды некелерін бүткіл халықтың алдында қиып, ерлі зайыпты атанды. Шерхан болса көптен күттіріп жүрген оқырмандарын жаңа әнін табыстады. Гүлін кім қақты деп ойлайсыздар? Ол Диана болды, Хамрақұлға тез күйеуге шығып. Тойларын жасап осы студияда бақытты отбасын құрып кетер деген ойдамыз енді. Ал көрермендеріміздің пікірін оқып кетейін. Шерхан мүлдем әбіржіп жүр, үйлену оңай емес. Арқа сүйер әкесі болғанда басқаша болар еді, әрине. Рухы қолдап жатқан шығар марқұмның. Ұлым үйленіп жатыр деп бір аунап жатқан шығар. Жаны жаннатта, топырағы торқа болсын, балалары бақытты болсын, той-тойға ұлассын. Неге бәрінің көңіл күйі жоқ, бір шешілмеген бірдеңе бар сияқты ма? Әлде той күнін белгілеп кейін өкініп қалды ма екен? Соңы жақсылық болсыншы. Қатысушылар отыр бәрі көре алмай. Ужас, даже шапалақты жақсылап оралмайды. Бәрі айтып еді ғой үйленбейді, анау Айбек айтты Ақботаны ешкім алмайды деп, міне алды ғой даже 10 миллион беріп. Шерханның анасы жүзі жайдары адам екен, Ақботаның анасы қыз ұзатып. Жатқан өзі сияқты әлдеқандай, оқтау жұтқандай. Ортақ қуаныш қой, неге әлдеқандай болып жүр. Көре алмайтындар тұздарында жалап отыра беріндер, көшті бәрі, жарасымды, тойдың алды болды. Заты балдары зор келеді, денелі, бойшаң, нағыз, мужик болады. Жандарым Шерхан Ақбота. Бақыт тілеймін, бір жастықта қартайыңдар. Осы күнді қанша күтті, Қазақстанға үлгілі отбасы болыңдар, дейді оқырмандар.